ел назарындағы жаңалықтармен таныс болыңыздар. ақш валютасы мен алтынды елден шығаруға тыйым салынды. Каспий KZ басшысы қауесетке сенбеуге шақырды. Бас прокурор Алматыға 20 мың шетелдік террорист басып кірді деген ақпаратты жоққа шығарды. Толығырақ. Қаржы әлемі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 10 мың доллардан асатын ақш валютасын Қазақстаннан шығаруға тыйым салды. Осылайша валюта мен алтынды экспорттауға тыйым салу туралы жарлыққа қол қойылды. Қазақстан ұлттық банкінің бағамы бойынша есептелген 10 мың ақш доллары баламасынан асатын қолма-қол шетел валютасы мен немесе шетел валютасындағы ақша құралдары 5, 10, 20, 50 сондай 100 граммдық тазартылған алтынның құймалары, сонымен қатар ұлттық банк шығарған алтыннан жасалған алтын барыс, күмістен жасалған күміс барыс инвестициялық монеталарды шетелге шығаруға шектеу қойылды делінген хабарламада. Жарлық ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Жалған ақпарат. Каспий KZ басшысы және негізін қалаушы Михаил Ламтадзе арам пиғылдар туралы пікір білдіріп, сүйікті клиенттерін қауесетке сенбеуге шақырды. Бізге сенім артқандарыңыз үшін әрқайсыңызға рахмет деді ол. Михаил сондай-ақ көреалмаушылар мен арам пиғылдардың Каспий туралы таратып жатқан кезекті қауесетін ақымақтық деп санады. Видео үнді Михаил Ламтадзенің YouTube-тегі ресми каналында жарияланған. Еске сала кетейік, елбасының немере інісі Қайрат Сатыбалдыұлының ұсталғанына байланысты әлеуметтік желіде Каспий банк банкрот болды, кредиттер кешіріледі деген ақпар тараған болатын. Ал Ламтадзенің айтуы бойынша Қайрат Сатыбалдының Каспиймен 4 жылдан бері мүлдем қарым-қатынасы жоқ. Ол тек 2015-2018 жылдары қысқа уақыт аралығында Каспий акционерлерінің бірі болған. Ғаламтор парақшасынан. Қазақстанның бас прокуроры Берік Асылов қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктерге 20 мың шетелдік террорист қатысты деген ақпаратты жоққа шығарды. Бүгінде 19 шетелдік ұсталды. Олар Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан азаматтары. Олардың бәрі жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқан. 20 мың шетелдік террорист болған жоқ. Сіздер мұны қайдан алғандарыңызды білмеймін деп жауап берді Асылов мәжіліс кулуарында. Сондай оның айтуынша, қазір қаржы мониторингі агенттігі мемлекеттік төңкерісті ислам радикализмінің өкілдері қаржыландыруы мүмкін деген болжамды тексеріп жатыр. Айта кетсек, қаңтар айының басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласына 20 мың содыр басып кірді деп мәлімдеген болатын.